Құрметті достар, біраз азаматтар менен сұрайды, біздің елді қандай азаматтар басқару керек деп болашақта. Мен ойлаймын, өз-өзіне сенетін және сол президенттік кресломен қоштасқанда ертең Арбатта ма, бір көшеде ма ешқандай оққағарсыз қыдырып жүрсе, міне сондай президент адал, сондай президент ешкімге қиянат жасамаған дегеннің дәлелі. Қазір мен осы әңгіменен кейін сол дәлел ретінде сіздерге біздің Тбилисиде, Гүржістанда бір бауырымыз түсірген видеоны қосып салайын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақстан халқы, ассалаумалейкум. Мына қара көйлектегі Грузияның президенті, мына қараңдар. Мына үйі, мына оң жағындағы ақтан салынған үйі. Енді біздерде милиция дейді ғой, милиция. Бізде полиция дей ме, қалай дейді Қазақстанда? Для себя. Міне, көріп тұрсыздар ма? Қандай керемет. Қандай керемет. Мына енді жігіттер айтып жатыр, енді болмайды деп. Грузин жігіттер. Мына қара көйлектегі Грузияның президенті. Басын бием мен. Басын бием.